Короче, біздің шедевр. Дерзко, балдежно, шикарно шықты прям. Надо маған. Бір 6 секунд сенші. Менде? 6 секунд мерсің. Дерзко. Что шықты секунда? Алып кетеміз. Алып кетеміз. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Алматы деген өрт болып тұр, өрт. Қанша дұс деген ғой, дұшқа тұс. Сәл далаға шығып, бір 2 минут жүрсең, аф деп ыстықтап кетіп жатырмыз, Аллаға шүкір. Қалайсыздар? Сіздер жақта, кім қай жақтан менің оқырмандарым? Сіздерге бір сұрағым болсын. Кім қай жақтан жаза кетіңіздер? Және сіздерде ауа райы, температура қалай болып отыр? Ассалаумағалейкум достар, барлықтарыңызға қайырлы таң или қайырлы обед дейін ба. Бізге енді примерно қайырлы таң болып отыр ғой. Прямо мынау қаяқта отыр деп істеп қоймаңдар. Больница ғой. Досыма келдім. Менің досым не ғой, жаңағы тауға шығады, альпинист. Анау Гималай тауына барып кетіп баратып, Гималай тауының ең шыңына жетіп, бүйтіп қолын ұстайды қандай, қолын бір күт ұстап алған түймені құлап кеткен ғой, короче. Сол больницадан бір шықты. Осы досыма келіп жатыр. Бұл болғанда көрмегелі көп болды. Отырысты қарашеш. Бриллиантовая рука. Сказался, упал, отшелся, гипс деп тұр ғой. Короче, осылай достар. Ақтөбеде жүрік. Кім бар Ақтөбеде? Хабарласамыз. Айтпа, достар, прическа қалай? Ұйықтап тұр ма? Как Майкл Джексонда. Бұндай прическа менде бар. Сосын Майк Тайсонда ма? Сода бар. Қыздар, келіншектер, енді сіздерден сұрадым, опыттарыңызбен бөлісесіздер ма, қандай витаминдер ішесіздер деп сіздерден сұраған болатынмын. Көбісі енді сибирский здоровьяны айтты, сондықтан мен де осы жаққа келдім. Но енді Динадағы точкасы, осы жаққа келдім, и мен осыны алайын деп жатырмын, мама боксты. Бұның ішінде минералдар бар, жаңағыдай керекті витаминдердің барлығы 3 в 1 ғой, барлығы бар ішінде. Енді сіздер неше түрлі аптечный дәрілерді аласыз, оның барлығын жаңағыдай уақытымен ішу керек қой, қиналып қайсысын қай кезде ішу керек деп енді шатастырмайсыз да. Анада енді барлығы бар, сразу бір күнде іше бересіз. И осыны прям көп айтты маған, осыны алыңызшы деп, өкінбейсіз деді, сондықтан осыны алайын деп жатырмын. Ал осы түрін мен уже босанғаннан кейін бұйырса осыны ішіп басайын. Бұның ішінде жаңағыдай балаға сүт берген кезде құнарлы болсын деп соны алайын деп жатырмын.